Мағжан Жұмабаев атындағы жоғарғы колледж, оқытушы Касенова Айман Капеновна. Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы алғашқы қазақ газеті. Сабақтың мақсаты бұқаралық ақпарат құралдарын туралы білімдерін кеңейту, білім алушылардың дағды таным белсенділіктерін арттыру, сөздік қорын байыту, өз елінің тарихын біліп құрметтеуге тәрбиелеу. Газет, журнал. Білесіз, дүние жүзі толған халық. Олардың арасында бар көп парық. 6 айлық алыс сапар араларын тұрады бір-бірінен хабар алып. Шашатын сол хабарды газет, журнал, хал жайын, шаруаларын түгел жазып. Міржақып Дулатұлы. Газет мерзімді, уақытша не бір рет қана шығатын басылым. Ежелгі шығыс қалаларында көпшілік орындарға ілінетін хан жарлықтарынан бастау алады. 16 ғасырда Венецияда жаңалық жазушылар орталығы құрылып, арнаулы ақпараттарын газета деп аталатын тиынға сатты. 1631 жылы француздық мерзімді басылымының шығуына байланысты газета термині осы заманғы мағынасына ие болды. Әлихан Бөкейхан айтқан 4 қағида бар. Бірінші қағида: газет халықтың көзі, құлағы, тілі. Екінші: газет жұртқа қызмет ететін нәрсе. Үшінші: газет халыққа білім таратушы. Төртінші қағида: газет халықтың жоқтаушысы. Сөздік. Ақпарат көздері, источник информации. Басылым, издание. Мақала, статья. Айдар, рубрика. Мәлімет, сообщение, сведения. Баспахана, издательство. Тілші, корреспондент. Жергілікті, местный. Пресса, баспасөз. Айқын, яркие. Тұрақты, постоянные. Танымдылық материалдар, познавательные материалы. Түркістан уәлаятының газеті. Ташкентте түркістандық ведомости газетіне қосымша ретінде тұңғыш қазақ тілінде шыққан аударма газет. Ол 1870-1882 жылдар шыққан. Дала уәлаяты газеті. Ол 1888 жылдың 1 қаңтарынан 1902 жылдың 12 сәуіріне дейін Омбы қаласында қазақ, орыс тілдерінде Ақмола облыстық ведомости газетіне қосымша ретінде шығып тұрған ресми газет. Ең алғашқы газет Қазақ газеті. Қазақ газетін шығарудың ұйымдастырушысы, редакторы Ахмет Байтұрсынұлы. Оның өкілетті өкілі Міржақып Дулатов болды. 1918 жылдан газетті Жанұзақ Жәнібекұлы басқарды. Қазақ газеті 1913-1918 жылдары Орынбор қаласында жарияланып тұрған қоғамдық саяси және әдеби-мәдени басылым. Бірінші номері 1913 жылы 2 ақпанда шыққан. 1915 жылға дейін аптасына 1 рет, одан кейін 2 рет шыққан. Басылымда Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабаев, Халил Ғаббасов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Жұмағали Тілеулин, Сәбит Дөнентайұлы, Халил Досмағамбетұлы және тағы басқа көптеген ақын жазушылардың мақалалары жарияланып тұрды. Қазақ газетінен кейін де газеттер олар: Қазақ әдебиеті газеті 1934-1940 жылдары,
Алматы қаласында шыққан. Айқап журналы 1911-1915 жылдары Троицк қаласында және тағы да көптеген газет журналдар шықты. Бірінші тапсырма, сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақ, газет деген не? Екінші сұрақ, қандай алғашқы қазақ газеттен білесіз? Үшінші сұрақ, қазақ газеті қай жылы басылды? Төртінші, қазақ газетінің редакторы кім болды? Соңғы сұрақ, қазақ газетіне қандай ақын жазушылар мақалаларын жариялады? Екінші тапсырма, суретті әңгімелейміз. Суретте отбасы берілген, әр отбасы мүшесі не істеп жатқанын әңгімелеп береміз. Үйге сөздікті білу, екінші тапсырманы орындау, тақырып бойынша сұхбат құрастыру. Газет оқу зиялылықтың белгісі. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.